Мұражай, музей тарихи ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, тағы басқа мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме. Қазақстан Республикасы ұлттық музейі Астана қаласында тәуелсіздік алаңында орналасқан 2014 жылы 2 шілдеде ашылған мұражай. Ұлттық музей ұлттық рухымызды көтеру жағынан ғана емес, елімізді әлемге танытуымен құнды. Біздің тарихымыз мақтан етуге лайық ерлік пен елдік тарихы. Мыңжылдықтар қойнауынан бастау алатын қазақ шежіресі адамзат тарихының ажырамас бөлігі. Сақтар мен ғұндар дәуірінен бастау алып, түрік қағанатымен жалғасқан қазақ хандығының және бүкіл тәуелсіз Қазақстанның өткені халқымыздың тұтастығы мен бірлігінің жылнамасы болып саналады. Мәңгілік еліміз барда қазақтың тарихы да мәңгілік. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі қорында Қазақстанның ежелгі дәуірінен бүгінгі күнге дейінгі кезеңінен сыр шертетін жәдігерлер қоры жинақталыпты. Экспозициялардың басты жәдігері Есік қаласынан табылған алтын адам. Ежелгі және орта ғасыр тарихы залында тас дәуіріндегі еңбек құралдары мен тұрмыстық бұйымдар, қола және темір дәуірлерінде қолданылған заттар қойылған. Тарих залы 15-20 ғасырлардағы Қазақстан тарихынан сыр шертеді. Ондағы жәдігерлер қазақ хандығының құрылуы мен дамуының негіздері, ұлт азаттық көтерілістері туралы баяндайды. Алтын залдарында археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде табылған еліміздегі ежелгі көшпелілердің бірегей алтын бұйымдары түзілген. Этнография залының экспозициялары қазақ халқының әртүрлі зергерлік бұйымдары мен ұлттық киімдері мен тұрмыстық заттарымен толықтырылыпты. Тәуелсіз Қазақстан залында егемендік алғанда қабылданған маңызды құжаттар, тәуелсіздік жылдарындағы әр түрлі саладағы жетістіктер жөніндегі мағлұматтар жинақталыпты. Бас қаланың елорда ретіндегі қалыптасу, даму тарихын баяндайтын құжаттар, фото-суреттер, экспонаттар қойылған. Залдағы материалдар хроникалық құжаттық тәртіппен беріліпті. Бұл көне дәуірлерден бастап қазіргі заманға дейінгі қала тарихымен кеңінен танысуға мүмкіндік береді. Маңғыстау облысындағы мұражай негізі 1975 жылы қаланды. 1981 жылы 19 ақпанда алғашқы тұрақты экспозиция келушілерге көрсетіле бастады. Геология залындағы карта, витрина, шағын диорамалар Маңғыстау палеонтологиясы, пайдалы қазбалары және геологиялық сипатымен таныстырады.
Маңғыстаудағы ең алғашқы ізденіс нәтижесінде табылған пайдалы қазбалары, өлкеде өмір сүрген алғашқы адамдардың пайдаланған еңбек құралдары, үстірттен табылған балбал тастар, сонымен қатар ежелгі дәуірдегі адам жерлеу ғұрыптары мен өлке үстінен өткен ұлы жібек жолы, сауда орталықтары туралы деректер топтастырылған. Этнографиялық залда өлкені мекендеген халықтардың 20 ғасырдың басына дейінгі өмір тұрмысы, негізгі кәсіптері мен шаруашылығы, дәстүрлі қолданбалы өнері, қолөнер бұйымдарының озық үлгілері, киіз үй жасауы, күмістен бағалы металл мен тастардан жасалған ұлттық зергерлік бұйымдар, тағы басқалар жайындағы экспонаттар жинақталған. Жаңа тарих залдары Маңғыстау өлкесінің жаңа кезеңдегі елеулі жаңалықтарын қамтиды. Мұражай қорында 51 мыңнан астам құжаттар мен жәдігерлер жинақталған. Жылына 450-500-ге жуық экскурсия ұйымдастырылады. Мұражай экспонаттарын 25-30 мыңдай адам тамашалайды. Назарларыңызға рахмет.